Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен таңғы асқа барлығыңызға белгілі ірімшіктен жасалған дәмді, нәзік, әрі өте пайдалы сырники жасайтын боламыз. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге 4-ақ қана ингредиент қажет болады. Ол творог, ұн, қант және жұмыртқа. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Және консистенциясы жұмсақ болу үшін блендердің көмегімен араластырып аламыз. Егер блендер болмаса, онда ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Енді ұнды сеуіп, видеодағыдай шұжық формасына келтіреміз. Енді оны бөліктерге бөліп, видеодағыдай формаға келтіреміз. Менде примерно осылай 17 штуктай шықты. Содан соң қызып тұрған пешке сұйық май құйып, сырникті екі жақ бетін пісіріп аламыз. Примерно 2-3 минуттай пісіреміз. Кейін екінші жақ бетіне аударамыз. Мен жартысын пісіріп алдым, ал қалғанын мұздатқышқа салып қойдым. Басында тақтайға салып, кейін мешочкке салып қойсаңыздар болады. Сонда таңғы асқа келесте пісіруге өте ыңғайлы. Міне осылай бізде өте жұмсақ, нәзік сырники дайын болды. Оны шоколадпен, қаймақпен, вареньемен, түрлі тәтті соустармен жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде таңғы асқа жасауға кеңес беремін. Рецепт өте оңай дайындалады. Міндетті түрде сақтап алыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара, ас болсын.